Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге Ақмарал. Бүгін біз осындай керемет дәмді болып шығатын курник дайындайтын боламыз, яғни тауық етінен пирог. Бізге керек болатын заттар: ұн, тауық еті, айран, сода, сұйық май, сары майды ерітіп алдым, 3 картошка, 2 пияз. Алдымен айранымызға содамызды салып, қайта-қайта араластырып тұрамыз. Сол кезде айранымыз пышны болып, 2 есеге үлкейетін болады. Міне қараңыздар, айранымыздың бетінде көпіршіктер пайда болған кезде сұйық маймен араластыра беруге болады. Сұйық маймен айранымызды араластырып, осы жерде тұзымызды қосып аламыз. 1 чайный ложка жетеді. Ұнымызды сразу барлығын сала салмай, жай-жай қосып, осылай бөліп араластырып аламыз. Мінекей осындай болған кезде қамырымызды қолмен илейтін боламыз. Бұл жерде мен ровно 600 грамм ұн пайдаландым. Қолға жабыспайды деген кезде осылай илеп қоятын боламыз. Ұнды көп себудің қажеті жоқ. Бұл жерде бізге песочный тесто керек болады, сол үшін ұнды көп сеппеңіздер. Мінекей уже ұн қосудың қажеті жоқ, қолға жабыспайды. Екі пиязымызды майдалап турап аламыз. Және де картошкамызды осылай 2-ге бөліп, ортасынан тағы да бөліп, жұқа қылып турайтын боламыз. Етімізді де майдалап, жұқа қылып турайтын боламыз. Керегінше тұз, бұрышымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Қамырымызды осындай 2 бөлікке бөліп қоятын боламыз. Бұл жерде ұнын қосудың қажеті жоқ, қолға жабыспайды. Осылай қолмен жайып шықсаңыздар да болады, оқтау пайдалансаңыздар да болады. Бірақ мен қолмен жайып шықтым да, осылай ыдысқа салып, ішіне начинкасын салып қойдым. Екінші қамырымызды да осылай қолмен жайып шықтым. Мінекей осылай жан-жағын жауып, өздеріңіздің қалауларыңызша әсемдеп, сәндеп қойсаңыздар болады. Және де достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы курникті жасайтын болсаңыздар, міндетті түрде қалай шыққаны жайлы комментарийға жазып кетіңіздер. Курнигіміздің ортасына осылай тесіп қоямыз да, жұмыртқамыздың сарысын жағып шығып, 180 градуста қызып тұрған пешке 50 минутқа салып пісіріп алатын боламыз.
Мінекей достар, көрнегіміз дайын, өте дәмді болып шығады. Сіздер де міндетті түрде үйлеріңізде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.